Сәлем балалар, бүгін біз 93-ші сабақ теңдеу тақырыбын өтеміз. Бүгін теңдеу шешуді үйренетін боласыңдар. Олай болса, бірінші тапсырмаға қарайық. Балалар халық аспаптар ансамблінің концертіне келді. Әлия мен Сырымға теңдеулерді оқуға көмектес. Белгісіз компоненттерді ата, теңдеулерді шеш. Балалар, бұл жерде екі теңдеу берілген екен, оң жағында және сол жағында. Олай болса, бірінші теңдеуді оқиық. 5 қосылған x тең 7. Екінші теңдеу x қосылған 2 тең 5. Енді балалар, осы теңдеулерді шешейік. Ережені есімізге түсірейікші. Қосылғыш, қосындының мәні. Бізде бұл теңдеуде, бірінші теңдеуде 5 қосылған x тең 7. Яғни қосылғышымыз 5, екінші қосылғышымыз белгісіз сан, мәні 7-ге тең екен. Бұл есепте балалар, біз x, яғни белгісіз санды табуымыз керек. Яғни x тең 7-ден азайтамыз 5-ті. X тең бізде 2-ге тең болады. Ал енді есепті тексерейік. 5-тің 2-ге қосындысының мәні тең 7-ге тең. Балалар, есеп дұрыс па екен? Дұрыс айтасың. 5-тің 2-ге қосындысы 7 болса, мәні де 7 екен балалар. Ал енді балалар, екінші теңдеуін шығарайық. X қосылған 2 тең 5. Яғни бұл жерде x белгісіз сан табуымыз керек. X тең 5 азайтылған 2. Қосу амалына кері амалды қолданамыз. X тең бізде 3. Олай болса, балалар, теңдеудің дұрыс немесе дұрыс емес екендігін анықтайық. 3 қосылған 2 тең 5. Яғни 3-тің 2-ге қосындысы бізде 5-ке тең, ал біздің қосындының мәні, яғни 5 екен. Яғни бұл теңдеу дұрыс екен. Олай болса, балалар, екінші есепке қарайық. Теңдеуде амалдың қандай компоненттері белгісіз. Теңдеуді шешіп, оның дұрыстығын тексер деген. Балалар, сұлбаға қарайықшы. Яғни бұл жерде 5 және 3 деген сандар белгілі, ал бізде барлығы белгісіз екен балалар. А азайтылған 5 тең 3 екен. Амыз бізде белгісіз сан. А тең 3 қосылған 5. Яғни А тең 3-тің 5-ге қосындысы 8-ге тең екен, балалар. 8 азайтылған 5 тең 3. Ал енді тексеріп көрейік. 8-ден 5-ді азайтсақ 3-ге тең, ал бізде айырманың мәні 3 еді. Балалар, екінші есептің екіншісіне қарайық. В азайтылған В тең 3-ке тең. В тең 8-ден азайтамыз 3-ті. В тең бізде 5. 8-дің 5-ге азайтындысының мәні 3-ке тең. 8-дің 5-ге азайтындысы 3 болса, ал енді осы айырманың мәні 3 екен балалар. Сонымен бұл теңдеуіміз дұрыс екен. Балалар, ережені есімізге түсірейікші. Егер айырманың мәніне азайтқышты қоссаң, онда азайғыш шығады. Егер азайтқыштан айырманың мәнін кемітсең, онда азайтқыш шығады. Балалар, бұл есепті шығарып болсақ, үшінші есепке қарайық. Егер қосындының мәнінен қосылғыштардың біреуін азайтса, онда екінші қосылғыш шығады. Есімізге түсіріп алайық, балалар, Үшінші есепке қарайық. Егер теңдеуді шешсең, Әлияның билетіндегі қатар мен орынды анықтайсың дейді балалар. Қатар бізде 40 қосылған x тең 50-ге тең. Орын бізде 10 азайтылған x тең 6. Балалар, енді есепті теңдеуді шығарып көрейік. 40 қосылған x тең 50. X тең 50-ден біз 40-ты азайтамыз. X тең бізде 10-ға тең. 40 қосылған 10 тең 50. Яғни 40-тың 10-ға қосындысы бізде 50, ал қосындының мәні 50-ге тең. Яғни бізде теңдеу дұрыс екен. Ал енді балалар, екінші орын санын анықтайық. 10 азайтылған x тең 6-ға тең. Яғни x тең 10-нан біз 6-ны азайтамыз. X тең 4 болады. Яғни бұл жерде
есепті тексеріп көрейік. 10-ның 4-ке азайтындысының мәні тең 6-ға тең екен, балалар. Сонда бұл есебіміз дұрыс екен. Енді балалар, 4-ші есепке қарайық. Есепте досыңды тексер делінген. Балалар, бізге өрнектер берілген екен. Осы өрнектерді шығарайық. Бірінші өрнек: 6-ның 4-ке қосындысы. Мәні бізде нешеге тең, балалар? Дұрыс айтасыңдар, 10-ға тең. Екінші өрнек: 7-ның 3-ке қосындысы. Мәні бізде, жарайсыңдар, 10-ға тең. 3-тің 4-ке қосындысының мәні бізде 7-ге тең, жарайсыңдар. 2-ның 6-ға қосындысының мәні 8-ге тең. 10-ның 7-ге азайтындысының мәні 3-ге тең. 7-ның 2-ке қосындысының мәні бізде 9-ға тең, жарайсыңдар. 100-дің 10-ға айырмасының мәні 90-ға тең, жарайсыңдар, керемет. 80-нен 50-дің айырмасының мәні бізде 30-ға тең, жарайсыңдар. 20-ның 40-қа қосындысының мәні 60-ға тең, жарайсыңдар. 100-дің 80-ге айырмасының мәні бізде 20-ға тең. 90-ның 60-ға айырмасының мәні 30-ға тең. 40-тың 30-ға айырмасының мәні 10-ға тең. Балалар, жарайсыңдар. Олай болса, 5-ші есепке қарайық. 5-ші есепте бізде сағаттар берілген екен, балалар. Сағаттарда концерттің басталуы және аяқталу уақыты көрсетілген. Концерт қанша уақытқа созылды? Сағат үлгілерін пайдаланып, өзің тапсырма құрастыр делінген, балалар. Балалар, тапсырма құрастырайық. Бірінші сағаттан сағат неше болды? Дұрыс айтасыңдар, сағат 5 болып, балалар. Екінші сағатта нешені көрсетіп тұр сағат? 8-ті көрсетіп тұр, балалар. Дұрыс айтасыңдар, жарайсыңдар. Яғни бізде концерттің басталу уақыты сағат 5-те басталды, аяқталу уақыты сағат 8-те. Ал енді осы концерт неше сағатқа созылғанын анықтайық. Олай болса, осы есепті шығарайық. Басталу уақыты 5 сағат, аяқталу уақыты 8 сағат, созылды белгісіз сағат. Шешуі: 8-дің 5-ке айырмасының мәнін есептейміз. 8-дің 5-ке айырмасы 3-ке тең. Яғни концерт 3 сағатқа созылды. Жарайсыңдар, балалар. Олай болса, келесі есепті шығарайық. Кестені толтыр деген. Азайғыш, азайтқыш, айырманың мәні. Бізде азайғышымыз 100-ге тең, ал азайтқышымыз бізде белгісіз. Айырманың мәні 40-қа тең. Олай болса, азайтқышты табу үшін біз азайғыштан айырманың мәнін азайтамыз. 100 азайтылған 40. Мәні бізде 60-ға тең. Балалар, жарайсыңдар. Олай болса, келесі есепті шығарайық. Айырманың мәнін азайтқышқа қосамыз. 8-дің 2-ке қосындысы бізде 10-ға тең. Келесі есепте азайтқыштан айырманың мәнін азайтамыз. 10-нан 9-дің айырмасын есептейміз, яғни 1-ге тең. Келесі есебінде айырманың мәнін азайтқышқа қосамыз. 7-нің 2-ге қосындысы бізде 9-ға тең. Балалар, жарайсыңдар. Келесі есепте айырманың мәнін азайтқышқа қосамыз. Яғни 2-нің 6-ға қосындысы 8-ге тең, жарайсыңдар. Келесі есепте азайтқышты 30-ды айырманың мәніне қосамыз. 30-дің 70-ке қосындысының мәні 100-ге тең, жарайсыңдар, балалар. Олай болса, келесі есепке назар аударайық. Келесі есепте теңдеуді шеш делінген, балалар. 4 қосылған x тең 9-ға тең, балалар. X-ті біз белгісіз сан табуымыз керек. X-тен 9-дің 4-ке азайтындысы. X тең бізде мәні 9-дан 5-тің айырмасының мәні нешеге тең, балалар? 5-ке тең, жарайсыңдар. X енді 5-ке тең болған болса, енді осы есепті тексерейік. 4-тің 5-ке қосындысы тең бізде 9-ға тең екен, балалар. Сонымен бұл есебіміз дұрыс екен. 9 тең 9. Ал келесі есепке қарайық. X қосылған 5 тең 9. X тең 9-дан азайтамыз 5-ті. X бізде 4-ке тең. Ал тексерейік. X-тің орнына біз 4 санын қоямыз. 4 қосылған 5 тең 9. Балалар, есеп дұрыс па екен? Жарайсыңдар. Теңдеуіміз дұрыс шықты. Келесі есепке қарайық, балалар.
азайтылған 5 тең 4-ке тең, иә балалар? Біз амыз белгісіз сан екен. Тең 4-ті қосамыз 5-ке. Бізде нешеге тең? 4-тің 5-ке қосындысының мәні нешеге тең, балалар? Дұрыс айтасыңдар, 9-ға тең. Яғни біз 9-дан 5-ті азайтамыз. Тең 4 теңдеуімізді дұрыс шығарған екенбіз, балалар? Олай болса, соңғы есебімізді шығарайық. 9 азайтылған В тең 4. В тең 9-дан азайтамыз 4-ті. В-мыз нешеге тең болады, балалар? 9-ның 4-ке айырмасының мәні нешеге тең? 5-ке тең. 9-дан 5-тің айырмасы бізде 4 екен. 4 бізде 4-ке тең. Осымен сабағымыз аяқталды, балалар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.